Сәлем достар, қайырлы күн. Бүгін осындай таңғы асқа керемет тез дайын болатын гренки дайындайтын боламын. Міндетті түрде видеоны соңына дейін қарап, каналға тіркеліп, қоңыраушаны басып қойыңыздар. Гренкимізді дайындау үшін алдымен жұмыртқамызды біртіндеп жарып, ыдысымызға салып алатын боламыз. Енді кішкене шай қасықтың ұшымен тұзымызды салып, жақсылап араластырып аламыз. Жақсылап біркелкі сұйық болғанша жақсылап араластырамыз. Міндетті түрде жасап көріңіздер. Осылай жақсылап араластырып, енді қызып тұрған тапаға сары майымызды салып, гренкимізді пісіріп алатын боламыз. Міндетті түрде сары май қолданыңыздар, өйткені сары майдан дәмі әдемі, өте ерекше болып шығады. Өте керемет болып, әдемі дәм береді. Осылай сары майымыз ерігеннен кейін өйстіп нанымызды алып, екі шетін жақсылап жұмыртқаға аунатып, жағып алып, біртіндеп табамызға салып, қызарғанша жақсылап пісіріп аламыз. Осылай жұмыртқаны жақсылап сіңдіріп, жақсылап нанымызды батырып саламыз. Менің гренкиларым қызарып қалды. Енді екінші бетін аударып, қызарғанша піскенше күтетін боламыз. Осылай жақсылап аударып аламыз. Мінекей менің гренкиларым дайын. Енді осыны ыдысымызға салып, таңғы асқа ұсына беруге болады. Таңғы асқа қаймақпен немесе көкөністермен берсеңіз өте керемет дәмді болады. Міне өте әдемі болып шықты. Келесі кездескенше сау болыңыздар.